Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді дамский пальчики тортын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар 150 грамм сары май, 4 жұмыртқа, 250 грамм су, 150 грамм ұн, шым-шым тұз қажет. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып алып, үстінен тұзымызды саламыз. Отымыздың асты орташа отта болуы қажет. Үстінен майымызды салып, араластырамыз. Майымыз толық еріп біткенінше. Майымыз толық еріп бітті. Енді үстінен ұнымызды салып, араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Тағы да жақсылап 1 келкі болғанынша араластырамыз. Осындай қамыр пайда болады. Енді дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, толықтай суытып аламыз. 15-20 минут кетеді. Одан соң жұмыртқаларымызды бір-бірлеп отырып араластырамыз. Келесі жұмыртқамызды салып тағы да араластырамыз. Барлық жұмыртқаларды бірден салуға болмайды. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкамызға салып алып, формасын шығарып, пергамент қағазымызға осылай етіп жасаймыз. Барлығын жасап болғаннан соң қызып тұрған пеште 250 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Енді біз кремін жасаймыз. 300 грамм қаймаққа 400 грамм сгущенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болған соң, үстінен дайын болған эклерлерімізді салып, араластырып, формамызға жинаймыз. Осылай домалақ формаға жинасаңыздар да болады. Формасыз 4 бұрышты етіп істесеңіздер де болады. Барлығын осылай етіп орналастырамыз. Және қалған эклерлерімізді салып, араластырып, тағы да формамызға жинаймыз. Менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз.
Барлығын жинап болғаннан соң қалған кремімізді осылай үстінен құйып шығамыз. Бетін әсемдеу үшін 30 грамм Қазақстан шоколадпен 2-3 ас қасық сливкиді араластырып, ерітіп, микроволновкада бетіне осылай жағып шығамыз. Осымен біздің дамский пальчики тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.